Ассаламалейкум достар, бүгін сіздермен өте дәмді сүзбелі сочниктер дайындаймыз. Ол үшін бірінші қамырын жасаймыз. Сары майға жұмыртқа, қант салып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін қаймақ саламыз. Тұз салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызға ұн мен қопсытқышты салып шығамыз. Мен ұнға алдын ала қопсытқыш салып дайындап қойдым. Қамырымыз дайын. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін сүзбеге қант, жұмыртқа салып жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын болды. Ұн сеуіп, қамырымызды жайып шығамыз. Дөңгелектер жасаймыз. Салмасын салып шығамыз. Сочниктерді түйіп, жұмыртқаны үстіне жағып шығамыз. Пеште 180 градуста 25 минут пісіреміз. Дайын.